Абу Айюб Ансари радиаллаху анху. Пайғамбарымызды Медина шарында ең бірінші қонақтаған сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Медина көшіп келгенде, бардығы қалай тілі, бірінші мен үйіме келсе екен, бірінші мен үйіме түссе екен, әрбірі даярданған, үйлерін тазалап, дастарханын жайып дегенде, пайғамбарымыздың төбесін тартатылы, біздікіне қылыпшы. Бірақ пайғамбарымыз айтты: "Даруха фа иннаха маъмура." Сіздер төбенің тізгінін тияқа бияқа тарта бербейлі, тек қойғыла, таштап қойғыла. Бұл бұйрық берілген бұға төбе. Кімді үйіне чөк түшет, ал өзі білет. Бұға Алла Тағаланың тарауынан төбе бұйрық келген. Деп анамы төбе барып тұрып, Абу Айюб Ансаридың үйіне барып чөк түшет отпай. Аллаху акбар. Пайғамбарымызды қонақтаған киши ол пайғамбарымыздың үйінде бардық төбенің өркөчүнө баягы жүктөрдү, куржундагыларды түшүрүп үйүнө. Ошо киши риваят кылып атат да. Не дейт? Бир киши келди дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Пайгамбарыбызга айтты: "Я Расулаллах, аллимни ва аужис." Мага бир нерсе үйрөтүңүз, бирок кыскараак болсун дейт. Кыска нуска, жашоомо бир бекем кармай турган бир дастур, бир эреже кылып алайын. Кыска нуска бир нерсе үйрөтүңүз деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ида кумта фи солатик", качан сен намазга турасың го, ошондо фасолли солата муаддиин, намаз окуганыңда коштошуу намазын окугун деди. Мынаке. Кыска нуска Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан насаат сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сөз менен ушундай айтып койду: коштошуу намазы. Демек, ошол намазда жан болот экен. Ал намаздан чыккың келбейт экен. Андай намазды таштагың келбейт экен. Андай рүкүнү, сажданы, каададан бошогуң келбейт экен. Я Алла, акыркы намазым болсо берилип окуп калайын, берилип Алладан сурап калайын, берилип Алланы мактап калайын, берилип пайгамбарыбызга салават айтып, берилип истигфар, берилип тасбихтерди айтып калайын. Бұл адамның өзінің табиатыны, мисалы, жалқаулық бар, ғаплеттік бар, ошоға қаршы күрешкен неме да? Мына пайғамбарымыз айтты.